келесі назар аударатын мәселе бұл көп уақыттан бері айтылып жүрген дүние, бұл мектеп педагогтарының мәртебесі жөніндегі заң қажеттігі жөнінде айтылды. Әлеуметтік желіде де, сіздердің материалдарыңызда да кеңестік уақыттағы мектеп педагогтары мен бүгінгі мектеп педагогтарының халықтың арасында да, оқушылар арасында да мәртебесі, оның беделінің түсіп бара жатқан жақтығы жөнінде көп мысалдармен де, басқамен де айтылып келді. Міне осы мәселеге бүгін жақсы нүктесі қойылды деймін. Бұл бұрынғы жылда да осы әлеуметтік мәртебесін көтеру жөнінде айтылып келген. Міне елбасы осы жол оған нақты нүктесін қойып шешім жасады. Яғни мектеп педагогтардың еңбегін дұрыс бағалай білу керек, мектептің де мұғалімдердің жүктемесін азайту керек екендік, және басқаша қосалқы жұмыстарда мұғалімдерді араластырмау керек екендігі жөнінде. Жаңа нақты айтты ғой, мына сайлау уақыттарында, көше аралайтын уақыттарда, сенбіліктерде оның енді түрі көп, практикалық мектеп саласында жүргеннен кейін біз білеміз, қаншалықты мектептің мұғалімдері көп жұмсалатындығы қажет емес жұмыстарға. Міне осыған тыйым салатын уақыттың жеткендігін бүгін шегелеп айтып берді. Бұл өте құптарлық, қуанатын жағдай.